Саламатсыздар ма? Бүгін біз жалпы астрономияға кіріспе. Және жалпы астрономия қандай бөліктерден тұрады, және біз қандай бөлігінен бастайтынымызды айта кетеміз. Жалпы астрономия 3 бөліктен тұрады. Олар астрометрия, астрофизика және аспан механикасы болып табылады. Астрометрия деп отырғанымыз өзі атап тұрғандай, жұлдыздарға дейінгі қашықтықты өлшеу, жұлдыздардың аспанда көрінуін есептеу және қалай бағытталу керектігін анықтау. Астрофизика деп отырғанымыз жұлдыздардың барлығының ішіндегі физикалық құбылыстарды, физикалық процестердің бәрін зерттейтін астрономияның бөлігін айтамыз. Ал аспан механикасы деп отырғанымыз ол өзі атап тұрғандай аспан денелерінің қозғалысы, бірін-біріне деген әсері олардың, соларды зерттейтін астрономияның бөлігі болады. Ең бірінші біз астрономияның бөлігі, астрометрияның кейбір маңызды мәселелеріне тоқтала кетеміз. Олар қандай? Жалпы астрономияны айтқан уақытта бәріміз ойымызға бақылау керек, жұлдыздарды көру, планеталарды көру деген сияқты. Оларды біз көру үшін алдымен бізге құрал керек. Ол қандай құрал? Әрине телескоп. Бірақ телескопты сол жұлдызға, керекті жұлдызға немесе керекті аспан денесіне бағыттау үшін бізге алдымен аспан сферасы деп аталатын құрал керек болады. Ол құралды әрине біз қолмен жасап көру қиын болып табылады. Аспан сферасы дегеніміз ол адамның ойша алынған құралы болып табылады. Ол қалай? Аспан сферасы дегеніміз ол центрінде бақылаушы орналасқан және жұлдыздардың бәрі бақылаушыдан бірдей қашықтықта орналасқан деп алынатын және жұлдыздардың бәрі сол сфераның бетіне проекцияланған деп есептелінетін ойша алынған сфераны атайды. Немесе бақылаушы центрінде емес, бақылаушының көзі центрінде деп есептеп, содан барлығы бірдей қашықтықта орналасқан сфераны атайды екенбіз. Сонымен аспан сферасының ұғымын түсіне бастайық. Аспан сферасы деп жаңа айтып кеткендей, центрінде бақылаушы орналасады. Мына бір центр болсын. Және бұдан бірдей қашықтықта сфера сызамыз. Бірдей қашықтықта сфера сызамыз. Бақылаушы центрінде тұрады деп айттық. Бақылаушы болсын, центрінде тұр. Және бақылаушының қақ төбесі, мына нүкте, ол зенит нүктесі болып табылады. Ал және дәл асты, ол Z' надир нүктесі болады. Және бақылаушы тұрған жазықтық, яғни адам өзі тұрған жазықтық, ол көкжиек жазықтығы деп аталады. Және де зенит пен надирді центрі арқылы қосатын сызықты ілме сызығы деп аталады. Не үшін ілме сызығы? Себебі адам жердің бетінде орналасқан. Ал ауырлық күші жердің центріне қарай орналасқан болып табылады. Ілме сызығы ауырлық күшімен бағыттас болып табылады. Ол қалай? Жаңа айтып өттік, мынау жер болсын, жердің центріне қарай ауырлық күші әрекет етеді дедік. Жердің кез келген нүктесінде тұрған адам үшін, ауырлық күші центріне қарай әсер етеді. Егер де осы бір жерге бір затты іліп қоятын болсақ, ол зат әрине төмен қарай бағытталған болады. Яғни ауырлық күшімен бағыттас болады. Сол үшін мына сызықты ілме сызығы деп атайды. Сонымен қатар Z'-ті қоса айналып жатқан мына бір сызық, ол аспан меридианы деп аталады. Және аспан меридианы мен көкжиектің қиылысқан нүктелері оңтүстік және
солтүстік нүктелерді береді. Осылайша аспан сферасының негізгі нүктелерінің бірі аталып кетті. Енді бізге бұны жалғастырмас үшін бірнеше тағы да ұғымды түсініп алып керек болады. Ол қандай ұғымдар? Ол мынандай ұғым. Біз биіктік деген ұғымды түсіну керекпіз. Ол үшін кез келген бір ғимаратты алайық, немесе адамды алайық, немесе кез келген затты алсақ болады. Мына тұрған адамның немесе ғимараттың биіктігін есептеу үшін біз алдымен не ғимарат, не адам тұрған жазықтықтан бастап оның басына дейінгі немесе ең биік нүктесіне дейінгі қашықтықты аламыз. Мына бір қашықтық, ол мына адамның биіктігі болады. Және мына бір қашықтық, ол мына бір ғимараттың биіктігі болып табылады. Ал мына ғимараттың астында жатқан бөлігі, ол да биіктікті береді, бірақтан кері таңбамен, минуспен. Біз білеміз, кейбір ғимараттарға кіргенде оның лифтісі болады. Сол лифттен оң таңбаларды бассақ жоғары көтерілеміз, теріс таңбаларды басатын болсақ, онда төмен кетеміз. Осы жерден түсініп алу өте оңай болады. Дәл сол сияқты аспан сферасында көкжиектен төмен жатқан бөліктері теріс таңбамен, ал көкжиектен жоғары жатқан бөлігі оң таңбамен белгіленеді екен. Тағы бір айтып кететін жағдай бар. Ол географиялық ендік. Географиялық ендік дегеніміз не? Географиялық ендік дегеніміз ол бақылаушының тұрған орны. Яғни оны біз қалай есептейміз? Географиялық ендікті жер шары болатын болса, қасына жазып қоямын, жер шары болатын болса, оның дәл ортасынан өткен экватор жазықтығы болады. Және жердің центрі болады. Және екі полюсі бар. Солтүстік полюс және оңтүстік полюс болсын. Экватор жерді екі жарты шарға бөледі. Солтүстік жарты шар және оңтүстік жарты шар болады. Яғни жердің кез келген бір нүктесін алайық. Мына бір нүктені алайық. Центр мен экватор жазықтығына арасындағы бұрыш ол 0 градусты береді. Яғни экватор жазықтығының бойында орналасқан бақылаушылардың бәрінің географиялық ендігі 0 болып табылады. Және осыдан бастап солтүстік полюске дейін аралықтағы бұрышты айтады екенбіз. Немесе мына бір бұрышты алсақ болады. Ол фи әрпімен белгіленеді. Географиялық ендік. Алматы үшін фи 43 градус шамасында болады екен. Міне осылай біз географиялық ендікті де біліп алдық. Енді біз аспан сферасында жұлдыздар қалай айналатынына тоқтала кетейік. Ол үшін біз жұлдыздардың айналу нүктесін анықтау керекпіз. Ол нүкте анықталған. Яғни жұлдыздардың барлығы бір нүктені айналады екен. Демек, аспанда аспанның полюстері бар. Немесе полюстік сызығы бар деп қарастырсақ болады екен. Соларға тоқтала кетейік. Біз білеміз, солтүстік полярлық жұлдыз бар. Қазақ тілінде оны темірқазық жұлдыз деп атайды. Сол темірқазықтың биіктігі географиялық ендікке тең болып табылады екен. Яғни фи тең болып табылады полюстің биіктігіне. Оны мен HP деп жазып қояйын. HP деп отқанымыз полюстің биіктігі. Ал жаңа айтып кеттік, биіктік неден басталады дедік? Көкжиектен бастап есептелінеді. Біз Алматы үшін салып көрейік. HP ол 43 градусқа тең екен. HP-ді осы жерден бастап есептейміз. Шамамен мына нүкте болып табылады. Оңтүстік нүктеде шамамен осы нүкте болып табылады. Екеуінің центрі арқылы қосатын сызық ол әлем осі деп аталады.
олар pn ps немесе p штрих деп белгіленеді. Оған әрқашан 90 градус бұрыш жасай орналасқан жазықтық болады. Ол жазықтық бізде әлем экватор деп аталады екен. Міне осылайша біз аспан сферасын толықтай негізгі нүктелері мен негізгі жазықтықтарын сыздық. Енді мына жерде сіздер көріп тұрсыздар. Мынау қашықтық ол HP. Көрдіңіздер, Енді біз мынау аспан сферасында сызған нүктелері мен бұрыштарды қарай отыра, біз оңай айта аламыз. Мына бұрыш ол өз кезегінде мына бұрышқа тең, өз кезегінде мына бұрышқа тең және мына бұрышқа тең екен. Ал мына бұрыш өз кезегінде мына бұрышқа тең, мына бұрышқа тең және мына бұрышқа тең екен. Біз көріп тұрған бір штрихтағы бұрыштар бірін-біріне тең, екі штрихтағы бұрыштар өзара бірін-біріне тең екен. Тағы да айтып кететін жағдай бар. Олар жердің кез келген нүктесінде біз орналасқанымызбен, яғни жердің кез келген нүктесінде бақылаушы орналасқанымен өзгермейтін нүктелер бар. Және жердің қай жеріне орналасқанына байланысты, яғни бақылаушының жердің қай жеріне орналасқанына байланысты өзгеретін нүктелер мен жазықтықтар бар. Соларға тоқтала кетейік. Бақылаушы жердің кез келген нүктесіне орналасқанымен өзгермейтін нүктелер олар әрқашан қақ төбесінде зенит. Мына жерде көріп тұрғандай, қақ төбеде зенит, дәл астында надир және ол тұрған жазықтық, ол математикалық көкжиек болып қала береді. Жазып қояйық. Өзгермейтін нүктелер. Өзгермейді. Олар зенит, олар надир және NS математикалық көкжиек. Өзгермейді. Және мына жерге жазып кету керекпіз. Зенитпен, яғни зенитпен надир қосатын сызық, ілме сызығы әрқашан перпендикуляр болады математикалық көкжиекке. Ал екінші айтатын ол өзгеретін нүктелер. Яғни жердің қай жеріне орналасқанына байланысты бізде фи өзгереді, ал біз айтып кеттік фи әрқашан HP-ға тең, яғни полюстің биіктігіне тең деп. Жердің қай жерінде тұрғанымызға байланысты бізде мына полюс қисайып әртүрлі болып тұрады екен. Соған байланысты экватор да өзгереді. Яғни жазамыз. Өзгереді. Қандай нүктелер? Өзгереді бізде. P солтүстік полюс, PN, немесе P штрих, PS дейді кейде. Оңтүстік полюс және Q штрих, ол бізде аспан экваторы. Біз айтып кету керекпіз дәл жаңағыдай P штрих әрқашан перпендикуляр Q штрихқа. Міне осылайша өзгеретін жазықтықтар мен нүктелерді айттық және өзгермейтін жазықтықтар мен нүктелерді айтып кеттік.